Арма алталаш барма текті қазағым, сағындырған сардала, ата жұртқа сәлем, бай өлкеден келген қыздарыңыз сағым бейбітшілік қызы ел ордада ән кешін өткізді. Жерлестері, яғни бай өлкенің тумалары және басқа да қонақтар астананы әнге бөледі, биледі, көңілді концерт өткізді. Бұрын сонды бұндай концертті мен де көрмегем. Халықтың билегені, мәз майрам болғаны көңіліме майдай жақты. Ойнаған киегіне ана қонысам, жүрек соғысам, өзгеден өзге оралып көзге тағылдым. Malçigerte törsomi hattın her notga ölümün geç odadı olunca yastığımıza ayağına uyuyanımızın gözümde kararım al kaydan taban suyunun suyuktusu olanında aynalan vaktinde suyukterim armen anamdan bir körgen okuman Kazakistan жүрген аты жаратқан шапағын büyük берген aynalan Иә, сонымен сүйікті елмен, Қазақстан атажұртпен әнді аяқтадық. Моңғолия даласы, сары өлкені, сағындырған туған жерді еске алды. Оңай емес, туған жерде жер бар ма, туған елде ел бар ма? Туған еліне келсе де, кіндік қаны тамған туған жерін сағынды, туған жердегі елдің әнін айтты. Яғни Моңғолияның әнін орындады. Өйткені балашағы сонда өтті. Болашағы тағдыры Қазақстанда. Ендеше әлемдегі әр қазақтың қара шаңырағы Қазақстан аман болсын. Бай намысты болуға хақылы әр қара көздің көрер қызығы көп болғай. Құрметпен текті қазақ арнасы керек дерек, мен Қанат Бегермек. Келесі келелі хабарда қайта жүздескенше.